Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен биылғы жылдың хит чизкейгі тары мен талқаннан жасалған чизкейктің жасалу жолымен толықтай бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар, дәл осылай керемет болып шығады. Бұл чизкейктің дәмі өте ерекше, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол себепті міндетті түрде дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашарға жасасаңыздар, өте тойымды әрі құнарлы чизкейк деп ойлаймын. Бізге ең алдымен 2-3 қайтара жуып тазалап алған тары қажет. Дәл осы тарымыздың үстінен қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, осылай жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте таза құрғақ ыдысымызға талқанымызды, оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы талқанымыздың үстінен қысқа толқынды пеште ерітіп алған сары майымызды және де 2 ас қасық сгущенкамызды құйып, талқанымызды жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің чизкейгіміздің бастапқы бөлігі дайын. Дәл осы талқанымызды пергамент бумагасы төселген формаға бортигін жасай отыра, осылай бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Қасықтың көмегімен немесе стаканмен де тегістеп шықсаңыздар болады. Арасына салатын салмасы үшін бізге сүзбелі ірімшік қажет. Оның үстінен қантымызды салып, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай миксер қолданбай, тек осылай қасығымыздың көмегімен араластырып, оның үстінен жұмыртқамызды және де 33 немесе 35%-дық сливкемізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің арасына салатын салмамыз дайын. Дәл осы начинканың үстінен алдын ала сүтке бұқтырып алған тарымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Біздің начинкамыз осымен толықтай дайын. Жарты сағат мұздатқышта тұрған талқанымызды алып, үстінен начинкасын құйып, тағы да жақсылап сілкіп тегістеп аламыз. Осы ретте міндетті түрде пешімізді алдын ала 100 градуста қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешімізге чизкейгімізді салып, 1 немесе 1,5 сағат уақыт аралығында пісіріп аламыз. Міне, байқағандарыңыздай өте биік әрі мінсіз болып шықты. Дайын болған чизкейкті бөлме температурасында 2 сағат, тоңазытқышта 4 сағат ұстасаңыздар, чизкейк кесу барысында өте әдемі кесіліп шығады, ешқандай ортасы ағып кетпейді. Қазақилықпен жасалған ерекше чизкейктің жасалу жолымен бөлістім. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.